9-ші сынып, 4-ші тоқсан, 2-ші БЖБ. Қозғалыс бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырма: дұрыс жауапты жазыңыз. Бұлшықет талшықтарының құрамына жиырылғыш аппарат болады. Миофибриллер болады. Екінші: 1 килограмм бұлшық етте 100 грамм мионин және 30 грамм актин болады. Ет бұлшықет талшығының цитоплазмасы деп аталады, саркоплазма. Келесі тапсырма: Б тапсырмасы. Бұл жерде сызбадағы 1, 2 және 3 сандар нені көрсетеді? Саркомер, актин және миозинді көрсетеді. Келесі бізде тыныштықтағы номер 1-ші бөлімнің ұзындығы қандай? Келесі тапсырма. Бұл жерде кестені толтырамыз. Яғни бұлшықет талшық түрлері: баяу немесе тонустық, жылдам немесе фазалық. Миоглобин құрамы: түсі жоғары қызыл, төмен ақ болады. Митохондрия мөлшері көп болады, тонустықта, фазалықта аз болады. Орналасу: аяқ-қол бұлшық еттері терең қабаттарында, тонустықта, ал фазалықта жиырылу бұлшық еттері, көз, қозғалу, сан бұлшық еттері. Жүйке талшықтары жіңішке болып келеді тонустықта, ал фазалықта жуан болып келеді. Импульсті өткізу жылдамдығы түсінікті. Келесі: нені қамтамасыз етеді? Ұзақ мерзімді жүктемелерге бейімделу, позаны сақтау. Ал жылдам фазалық ол күнделікті әрекеттердің көпшілігі жаяу жүру. Келесі: жаңа шындық жалған тұжырымдамасы. Бұл жерде бірінші: талшықтар митохондриялары аз, оларда гликоген көп. Ол жалған болып келеді. Оттегінің жетіспеушілігі баяу талшық ет анаэробты гликолизге байланысты жұмысын жалғастырады. Шындық: адамда барлық бұлшық ет бір уақытта талшықтары 2 түрінен тұрады. бір түрі әрқашан басым болады. Ол әрине шындық.